Мына біздің тәулет араға өте әзіл қойып болған ғой. Бірақ ол кісінің әзілі айтайын деп отырған, иә бірдеңе істейін деп отырған ешкім біліп болмайды. Түрін де өзгертеді, күлмейді. Сол кісінің бір әзілін айтып берейін. Жаңағы союздың кезінде әр ауданнан Болгарияға 10 күндік жаңағы саяхатқа адамдар жіберіп тұрған ғой. Сол біздің ауылдың Арамитан ауданында сол жаңағы тәулет араға мен Розбай деген кісі бар еді. Нашар участок болып істеді, сол жерде Қызырғатта. Сол екеуі баратын болған. Содан бұл ауданға барады, бұл екеуі. Ауданда жиналғаннан кейін облысқа жібереді, сосын Ташкентке жібереді, одан Москваға жібереді, сосын барады ғой жаңағы Болгарияға. Ауданға барғаннан кейін сол жерде бәрі үстінде киімдерін өзгертеді, жаңа киімдер алады. Жаңағы Розбайға қара шалбар, ақ көйлек, басына шляпа, сосын аяғына размер тура келмейді де, үлкенірек размер алады да ол кісі. Оны алдыратын жаңағы дәулет араға, ештеңе болмайды, ала бер, мына әдемі екен бәтіңке деп, ұшынан мақтатады, киіп аласың, ешкім білмейді ғой. Сол кісіге алдырған жаңағы бәтіңкені. Содан арада бір күн өткеннен кейін ана бәтіңкенің тұмсығы қайтып шыға келген. Содан жолда пойызбен Москваға баратып жолшыбай жаңа бір станцияда тәулет араға сатқа шығады. Бір 2 пирожка алады, ол кезде пирожканың бағасы 3 теңге ғой, 3 тиын. Содан екеуін алады да қайып купесіне кіреді жаңағы пойызға. Соған Розбайға сұрайды, неге көбірек алмам? Мен де жетем ғой, ойбай сен жететін күннен ғой, мен пирожка жеттім. Мен өзіме ғана алдым. Соған не істейін екен, 30 тиын деген да. Содан Розбайға далаға шығып, ана сатушыға 3 сом берген ғой, 30 теңге. 3 сом берген, ана қойып шығып кеткен, бәріне ма? Иә, бәріне бер. Содан бір газды былай орап, салдып атыр деген. Ана газды толып кеткен, 100 пирожка деген қағаз жазды ғой. Содан жаңағы үсті басына киген ақ көйлегі бар, бәрі май қылып тастаған ғой жаңағы пирожка. Дәулет арағаның тағы бір әзілін айтып берейін. Қызырабадта отырғанда ол кісінің үйлері ой деді ғой. Жаңа Қосмал дәулетінің тұсында ойда. Ол шығатын жері биік еді. Олар қиялады, қия жолымен шықпасаң шыға алмайсың. Сол жерде үйінде шатақтың астында отырып 4-5 кіші қатарлары арақ ішіп неғып отырған ғой. Ішінде Мәметұлы аға да болған. Сосын ол кісі қайрап Мәметұлы деген жас кезінде мықты болған, күшті болған. Ол палуан болған, олай бұлай деп қол бастап неғылғанда. Мәметұлы түсінбейді ғой ол да. Иә, жаңағы мен жас кезінде мықты едім, күшті едім деп неғылғанда бұл деген әзірдің күші қайтпаған, керек болса әзірдің өзінде бір қалтауымды көтеріп мына мінердің қыздан шығады деген. Оған Мәметұлы аға айтты, әзірде шығамын, әзірде күші қуатым қайтқан жоқ деп. Содан Мәметұлы ағаның үстіне ұзын плашты жауып, сосын жауырына бір қалтауымды қойған ғой. Содан жаңағы бейшара Мәметұлы аға қарға қарап енді еңкейіп шығасың ғой. Содан жаңағы плашы шұбатылып басып қалады дейді. Одан жығып өйтіп әйтіп қайтадан тұрады, қайтадан жүргенде жаңағы плаштың етегін басып қалады, қайтадан жығылады. Қасында отырған ана кісілер айтады, анаған қой десе, оған қазір бір жерім айтты балалар қырға шығамын деп. Дәулет арағаның демей отырса, өлмей қалдым. Бірақ дайындалған көп болмаған, бір жерге ғана дайындаған деп адамдар айтқанымай. Өзім қатырам деп кеткен дейді осы. Мінгізіп алып жаңағыны оңтүстік жағынан айналдырып оңтүстік жағынан әкеп бір көрсетеді дейді. Айналдырып сөйген солтүстік жағынан. Өзегі көргеннен кейін сөз білемін ол қай жағынан келіп жүрген бір шұңқыр айтып. Сосын өзі болды қайтайық қой кешіріп атып қалды деп қайтып үйді орда дайындасыздар деп. Сарайға неғып кеткен дейді ол қазақлар 10 жылға жететін шөп дайындапты. Көріп тауыса алмадым деп.